Қайырлы күн, құрметті отандастар. 13 мамыр күні Қазақстанның құрылыс саласында өте маңызды оқиға орын алды. Bittrex Cross платформасымен біріктірілген e-құрылыс ақпараттық жүйесінде алғашқы электронда атқарылған жұмыстардың актісіне қол қойылды. Осылайша, біз жайлы мектеп ұлттық жобасы бойынша құжат айналымын толықтай электрондық форматқа ауыстырдық. Яғни, енді қағазбастылықты ұмытуға болады. Бұл отандық құрылыс саласы үшін үлкен серпіліс. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев өз жолдауында цифрландыру барлық реформаның негізгі элементі және ұлттың бәсекеге қабілеттілігін арттырудың негізгі құралы деп атап өткен болатын. Құрылыс саласында Самұрық-қазына Construction елімізде алғашқы болып e-құрылыс жүйесіне көшіп жатыр. Мемлекет басшысының тапсырмасын орындау үшін біз бірнеше ай тынбай жұмыс істедік. E-құрылыс ақпараттық жүйесінде барлық процестер цифрландырылды. Сондықтан жобадан ауытқуға, орындалмаған жұмыстарды қабылдауға жол берілмейді. Барлық актілер автоматты түрде жасақталады. Тиісті құжаттар мен фотосуреттердің бәрі электронды форматта жүйеге жүктеліп, электронды акт жасалмайынша мердігерлерге бір тиын да төлем жасалмайды. Бұл сыбайлас жемқорлық пен бейресми қарым-қатынастар сынды қауіп-қатерлерді болдырмайды. Ал құрылыс процесі барынша ашық жүргізіледі. Алғашында ұлттық жобаны e-құрылыс платформасында іске асыруға құрылысшылар одағы, өңірлердегі құрылыс басқарма басшылары мен құрылыс компаниялары қарсылық білдірді. Олар жүйенің әлі шеке екенін алға тартып, ескі тәртіп бойынша қағазбен жұмыс істеуді сұрады. Сондай-ақ жобалық сметалық құжаттама әлі сараптама қорытындысын алмады деп, бұл бастаманы сынап, қарсылық білдіргенде аз болмады. Бұл туралы ашық айту керек. Негізінде бізде ақпан айында алғашқы актілерді қағаз жүзінде қабылдауға мүмкіндік болды. Алайда жобаның ашықтығын, тазалығын қамтамасыз етіп, жемқорлық пен басқа да бұзушылықтарды болдырмау үшін құжат айналымын толықтай электронды форматқа көшіруді мақсат қойдық. Ол үшін 3 ай уақыт жоғалтуға тура келді. Халқымыз асыққан шайтанның ісі, сабыр түбі сары алтын деп бекер айтпаған. Цифрландыру қазіргі кезеңнің талап екенін түсінген жөн. Жайлы мектеп ұлттық жобасы EPC шарттар бойынша жүзеге асырылуда. Яғни жобалау, құрылыс және жабдықтау жұмыстары бір уақытта параллельді жүргізілгендіктен құрылыс мерзімі біршама қысқарады. Сондықтан да жоба пилоттық деген мәртебеге ие, яғни жаңа әдістеме сыннан өтуде. 98 мектепті оқу жылының басына дейін қолданысқа тапсыруды жоспарлап отырмыз. Олардың жартысынан астамы, яғни 53 нысанның жобалық сметалық құжаттамасы мемлекеттік сараптамадан өтіп, оңтайлы қорытынды алды. Қалғаны жақын арада сараптамадан оң нәтижесімен шығады деп жоспарланған. Жаңашылдықты ендіру және іске қосу процесінде көптеген техникалық қиындықтар туынды. Самұрық-қазына Construction мен әзірлеуші компания мамандары бірлесе отырып кемшіліктердің бәрін түзетті. Күн сайын мердігерлер мен жобалаушы ұйымдардың, біздің қызметкерлердің техникалық және авторлық қадағалау сарапшыларының қатысуымен оқыту семинарлары, жиналыстары өткізілді. Алғашқы электронды акті мен жасалған төлем бұл бірнеше айға созылған қажырлы және үздіксіз
жұмысымыздың нәтижесі деп білем. Осы іске атсалысқан барлық қызметкерлерге алғысым шексіз. Өйткені, қайталап айтайын, Самұрық-Қазына Construction әлеуметтік нысандар құрылысында алғашқы болып құрылыс платформасын ендірді. Бұл біз үшін үлкен мәртебе ғана емес, сондай-ақ зор жауапкершілік. Жүйені одан әрі жетілдіру бойынша жұмыстар әлі де жалғасын табады. Назарларыңызға рахмет.